Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тұздың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыздар. Тұзды тек тамаққа ғана қоспайды, пайдасы өте көп. Кеттік онда. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған сумен жуыңыз, сонда иісі кетеді. Қол орамалды жуудан бұрын оны бір уыс тұзға ерітілген жылы суға 2-3 сағат бойын салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруге көмектеседі. Жұмыртқа пісірілетін суға тұз салыңыз, сонда жұмыртқа жарылған жағдайда тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпында ұзақ сақтайды. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпеу үшін формасының астына аздап тұз салу керек. Балық тазаланған кезде қолды тұзға батырып алу керек, жұмысты жеңілдетеді. Көкөністердегі жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз. Біраздан кейін сол тұзбен табанның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табанның ішіне өсімдік майын майлап пешке қойып әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Ал сіз тұздың қандай пайдасын білесіз? Комментарийға жаза кетіңіз. Үлкен рахмет.